Будешь разговаривать со мной на том языке, на котором я разговариваю? Армысыздар қымбатты көрермен. Мен түсінетін тілде сөйле. Тағы да қазақ тіліне қатысты шу шықты. Бұл жолы Gorilla Drive Championship турнирінің негізін қалаушы әрі жетекшісі Артем Чекменев қазақ тілінде сөйлеуден жай емес, тіпті дөрекі түрде бас тартты. Әлеуметтік желіде тараған видеода жігіттер арасындағы даудың нақты себебі неде екені белгісіз. Тек Чекменевтің шекесін тыржитып, шап ете түскен мына сөздерін естуге болады. Ты либо будешь разговаривать со мной на том языке, на котором я разговариваю, либо не разговаривай со мной совсем. Понятно? Понимаешь? Не кричите. Не кричи. Ты эйкать будешь, блядь, жене своей, понятно? Ты же русский не понимаешь, а, братан? Чуть-чуть понимаю. Сен мен түсінетін тілде сөйле. Әйтпесе менімен мүлде сөйлеспе, ұқтың ба дейді ол. Сонда өз елімізде мылқау болып жүруіміз керек пе? Чекменевтің қай жерде дүниеге келгені белгісіз, оның шығу тегі туралы деректер ашық көздерде жоқ. Дегенмен оның қазақ елінде күн көріп шалқып жүргені белгілі. Қазақ су ішкен құдығыңа түкірме, шаңыраққа қара дейді. Сонда мұндайларға қазақтың наны тәтті де, тілі ащы ма? Естеріңізде болса, былтыр танымал кәсіпкер Мухарямов та ресейліктерге жағына сөйлеймін деп аңдамай ма, әлде әдейі ме тұтас қазаққа тіл тигізген еді. Но на самом деле, вот опять же, если такое произойдет, я буду лично крайне печален. Потому что, кроме ситуации, когда человек реально не знает русского, да? Потому что, мне кажется, что все равно это чуть-чуть странно. Чуть-чуть какое-то проявление такого, чуть-чуть национализма. Поэтому, опять же, это можно принять, но... Да, но это не от большой, как бы, тоже культуры, да, то есть вот мне кажется, что вот этот первый point гостеприимства, оно должно вообще все перевешивать, да. Осылай елдің ашуын тоғызып, ұлттық құндылықтарымызды әжуәләп, тілімізге мұрын шүйре қарайтындар әр жерден төбе көрсетуді әдетке айналдырып бара жатқан жоқ болса, бұл қашан тыйылады? Айтылған сөз атылған оқ, алайда айтарын айтып алып, артынша кешірім сұрап, оңай құтылып кететіндер де жоқ емес. Ең алдымен барлықтарынан кешірім сұрағым келеді. Ешкімді ренжітейін деген ниетім болған жоқ. Чекменев кешірім сұраса, кешіреміз бе ағайын? YouTube арнамызға жазылып видеоға пікір қалдырыңыз. Мәтінді оқыған Қуат Ахметжан, жазған Нұрдәулет Кәкіш.